Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге осындай 5 минут аралығында дайын болатын өте дәмді печеньенің жасалу жолымен бөлісемін. Беті жарылмай өте дәмді, әдемі болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл печеньені жасау үшін ең алдымен 2 жұмыртқаға қант қосып, қант ерігенше араластырамыз. Масса біріккеннен кейін бөлме температурасында тұрған сүтті қосып тағы да араластырамыз. Достар, менің каналымда қарапайым заттармен жасалатын көптеген рецепттер бар. Каналымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Осының үстіне сұйық май қосып араластырып, келесі кезекте алдын ала елеуіштен өткен ұнға разрыхлитель қосамыз. Ұнды бірден салмай шет-шетінен аз-аздан сала отырып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Достар, естеріңізде ме, кезінде дәл осындай буфеттерді мектеп асханаларынан сатып алушы едік. Қамырымызды илеп, дайын болғаннан кейін тындыруға бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Видеода көрініп тұрғандай өте жұп-жұмсақ, нәзік қамыр шығады. Иі қанып, әбден дайын болған қамырды оқтаумен жіңішкелеу етіп жаямыз. Ас атасы нан деп халқымыз бекер айтпаған ғой. Үйіңізде осындай нанның, печеньенің иісі шығып жатса, бір түрлі көңілді болып кетеді. Неғұрлым қалыңдау етіп жайсаңыз, беті томпиып өте әдемі болып піседі. Мен осындай 5-7 мм аралығында етіп кесіп алдым. Жарты бөлігінің бетіне қант жақтым. Достар, менің каналымда алдағы уақытта көптеген осындай үйдегі қарапайым заттармен жасалатын өте жеңіл рецепттер шығады. Сол рецепттерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.